Мысалы Алла Тағала Ниса сүресінде айтады: «Ла хайра фи касирин мин najwaakum». Сендердің көп жиындарда бір-бірлеріңізбен сөйлескен кездеріңіздегі талқылап атқан мәселелеріңіздің ішінде хайыр жоқ дейді. Сөйлеп атқан сөздеріңізде ешқандай хайыр жоқ. Илля ман амара би садақатин ау ма'руфин ау ислахин байнан нас. Тек егер сол жиында сендер садақа беру туралы, әне бір қайырымдылық туралы сөйлесіп атсаңыздар, шариғат бұйырған бір іс туралы сөйлесіп атсаңыздар, намаз туралы, зекет, пақырды тамақтандыру, киіндіру дегендей. Ау ислахин байнан нас. Не бір ұрсып қалған адамдардың арасын татуластыру керекпіз деп сол мәселені мақсатқа қойып атсаңыздар, осы нәрселерде хайыр бар дейді. Алайда «Вамай яфал залика ibtigha mardatillah». Кім осы амалдарда Алланың разылығын іздеп жасаса деген сөйлемді қосады. Неге? Өйткені сіз біреуді тамақтандырып атқан кезде ол сізге Алла риза болсын, рахмет дейді, өркенің өссін деген жақсы сөздерді айтады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге айтқан: «Мән лам яшкурин наса ла яшкурулла». Кім адамдарға шүкір етпесе, яғни Алла сізге жақсылық жассын деген сөзді тілемесе, онда ол Аллаға да шүкір етпеген адам болды. Ол міндетті түрде айтады, ол кісіде проблема жоқ. Ол сізге жақсы сөздерді айтады. Жолыңыз болсын, береке берсін. Бірақ менің көкірегім, менің жүрегім сол сөздерді іздеп тұрса, сонымен бітті менің амал. Инсан сүресінде сахабаларда атап баян. Олар пақырлардан қарны ашқандарға тамақ береді. «Ла нуриду минкум жазаан ва ла шукура» деп айтады екен сосын адамдарға. Біз бұл сендерге тамақ беріп жатқанымызда сендерден бір рахмет, алғыс алу да керек жоқ бізге. Ешқандай сыйақы да, Алла жақсылық жассын деген нәрселерің де керек жоқ. Яғни біздің жүректе жоқ ол деген нәрсені үйретіп отыр. Ал халық, ол жаңағы көмектесілген адам, ол айту керек, әйтпесе тәкаппар болып кетеді. Оған пайғамбарымыз бұйырып тұр: «Сен айт оған» дейді. «Алла жақсылық жассын сізге» деп берекесін тілеп дегендей. Бірақ сіздің жүрегіңіз сол сөзді іздемеу керек. Сіздің қуатыңыз Алла. Сіз Алла қабыл етсе деген нәрсемен, Алланың қабыл етуі сол сіздің қуатыңыз. Істі Аллаға арнау, жаңағындай адамдардың сөздері бізге қуат бермейді. Ол осы дүние үшін өмір сүріп жүрген адамдарға қуат беруі мүмкін. Олар сол сөзді естімеген үшін ренжуі де мүмкін. Бірақ Алла Тағала сізге осындай иман, осындай ұлы пайғамбарды, осындай ұлы Құранды беріп, қаншалаған мағыналарды үйретіп жатқаннан кейін, адамдардың сөздерінде, немесе адамдардың қолдарында, немесе адамдардың қастарында сіз жоғалтқан нәрсе жоқ. Салиқалы амал істеген кезіңіз. Алланың дидары, Алланың разылығы, Аллаға ұнау, Алланың махаббатына бөлену, Аллаға жақындық табу. Міне сіздің темаңыз. Қазіргі тілмен айтқанда, осы сіздің темаңызда. Осы нәрсе сізге ләззат береді.